Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Турбақазақ, және де бүгін біздер достар әртүрлі 99 комнатадан қашатын боламыз. Ал біздер кеттік. Көріп тұрғаныңыздай достар, міне жазылып тұр, бізде 99 rooms деп тұр, яғни біздер әртүрлі 99 комнатадан қашу керек боламыз. Так, кеттік. Бірінші room. Енді бұда не істейміз? Grab key деген емес. Так, мынаяқта просто қараңдар достар, осы кілтті аламыз и осы жерге қоямыз и біздер бірінші комнатта өтеміз. Енді келесі комнатта бізде жасыл кнопканы басамыз и өтеміз. Үшінші комнатта осылай біздер қызыл сызықты баспай өту керекпіз достар. Бұл да өте қиын емес. Әзірше оп-оңай, маған қиындық көріп тұрған жоқпын. Енді біздер төртінші комнатаға келдік. Так, бұл жерде не бізде? Бұл жерде бізде математический сұрақ достар. Математикада кездесетін сұрақ. 77-ден 10 алсақ қанша болады? 87, 50, 67. Конечно же 67 достар. Бұл оңай. Әзірше қиындық жоқ. 5-ші уровень. Бұл жерде мен білемін қалай өтетін. Бұл жерде осылай адамның қабырғасымен өтеміз. Так, 6-ші комната. Енді бұл жерде қайда барамыз? Мынаны қараңдар, мынандай жер бар. Жердің астына кіріп кеткенсің ғой достар. Йо-майо, жақсы өттік. Енді келесі. Так, мынаяқта код табу керек. Міне тұр, 3190 деп тұр. Жазамыз 3190. И біздер келесі комнатаға өтеміз достар. Енді келесі комната бізде 8-ші комната. Бұл жерде біздер не істейміз? Бұл жерде бізде лабиринт достар. Лабиринт ол қиын емес, өте оңай. Келесі бізде осындай баспалдақ десек те болады, секіретін жер. Бұны да оңайлықпен өтеміз. И біздер 10-ші уровеньге дейін келдік. Яғни 10-ші комнатаға келдік достар. Бұл жерде бізде рычаг, былай басамыз. Майнкрафттағыдай рычаг екен. И просто өтіп кетеміз деп айтқым келіп еді, бірақ ол рычаг емес екен. Екеуін де басу керек екен. Итак, достар, домалақ бастар біздер 11-ші румға жеттік. И бұл жерде біздер просто осай секіріп өту керекпіз. Дым қиындығы жоқ. Мынаны қараңдар. Мынау 3 бұрышты ма? Қалай? Жақсы. Бұл жерде біздер оңайлықпен өтеміз. Қиын жоқ. Енді біздер 12-ші комнатаға келдік. Бұл жерде біздер осындай лазерлер. Бұл да қиын емес. Просто былай секіріп өте саламыз. И 13-ші комнатаға келдік. Бұл жерде қараңдар достар, бізде осындай бір қараңғы зат. Бұл жерден қалай өтетімізді білмей. Пен өту керек па, әлде лабиринт па? Так. Қазір көретін боламыз. Бұл жерден просто былай секіріп өту керек достар. Бұл жерден просто секіріп өтеміз. А мынаяқта просто жолақтардың үстінен өтеміз. Главное, астына түсіп қалмау. Астына түссек, біз өліп қаламыз достар. Көрдіңдер ме? Мынаны қараңдар. Мыналардың ұшы өте өткір. Сондықтан біздер оларға қарамай өту керекпіз. Мына жерде бізде 4 бұрышты қызыл заттар, яғни қызылдың үстінен баспау керекпіз. Қызылдың үстінен бассақ, өліп қаламыз. Бірақ біздер өттік. Енді бұл жерде біздер осындай коробканы аламыз. И бұл осы тесікке алып бару керек оны. Осы тесікке алып келеміз. И осы жерден ішінен кіріп өтіп кетеміз келесі комнатаға. Көрдіңдер ма? Өте күшті. Енді келесі бізде не? Келесі бізде мынау жоқ болып кетеді, короче. Мынаяқта бір жаттап алу керексің. Жоқ, өліп қалдық. Жақсы, мен дұрыс жатта алмай қалдым. Енді дұрыс жаттадым. Так, где-то бір осы жерлерде бұрыламыз, тіке жүреміз до конца. И мынаяқтан былай өте саламыз. Дұрыс па? Так, мына бала өте алам екен, как көрейік. Қателесе ма? Жоқ, өтті, ол бала да өтті. Молодец. Ойбай, мынаның іші қап-қараңғы ғой. Так, бұл жерде біздер код жазу керекпіз. Так, фонарик алайық. Фонарик алдық. Міне, көрдіңдер ме? Қараңдар. 4692 код. Онда біздер келіп 4692 деп жазу керек. Так, бұл неге жазылмай тұр? Так, 4692. Дұрыс па? Дұрыс. Болды, өттік. Біздер достар 19-ші комнатаға келдік. Бұл жерде біздер қайтадан математикалық сұрақ. 55-ке 55 қоссақ қанша болады? 100, 115, 110. Сендер қалай ойлайсыңдар? Менің ойымша 110 достар. И бұл дұрыс жауап. Мен математиканы 5-ке оқыған адаммын достар. Так, енді мынаяқтан дұрыс кнопканы табу керек. Или олай емес па? Дұрыс кнопканы таптық. Бірақ, последовательность табу керек. Яғни, әр кнопка қалай тұрғанын табу керек. Так, енді мынау бұлай болады. Мынау бұлай болады. И болды. Оңайлықпен таптық достар. Қайтадан дым қиындық көрмедік. Келесі, бізде қараңдар, осындай 4 түс тұрады. Осы 4 түсті әдемі, яғни осы 4 түсті рет-ретімен қою керек. Мысалы қараңдар, мына көк түс бізде 1, мына көк түс бізде 6, қара түспен сары 21,
16 16:02 и біздер келесі комнатке өтеміз, келесі румға өтеміз. Так, мына жақтан просто былай тікесінен өте саламыз, бұл қиын емес. 22-ші комната. Так, енді мына жақтан бургерді жоғалтып алды дейді. Міне ғой бургерің дос. Міне бургеріңді ала ғой. Болды, бургерін бердік. Енді біздер 24-ші комнатаға өттік. Так, бұл жерде отличие табу керек дейді. Так, отличие бұл жерде қандай жерде бар? Көрейік, қай жерде? Бұл жерде отличие бар бізде. Бірақ мен жота түсінбедім, қалай тапқанымды. Қараңдар, бұл жерде отличие жоқ сияқты негізі. Міне, мына улыбкада бар екен, достар. Мен қателестім. Так, енді келесін қалай өтеміз бұл жерден? Жоқ болып кетті. Мынау қалай сонда? Түсіндім, достар. Қараңдар, мына қорапты алып барамыз, біреуін мына жерге қоямыз. Осы кнопканың үстінен қоямыз. И екінші қорапты аламыз, и жаңағы ана тұрған қызыл кнопканың үстіне қою керек. Қазір біздер осыны асықпай алып барамыз, достар. Осылай алып барайық. И главный өзімізге құлап қалмау керек. И осы кнопканың үстінен қоямыз, и өзіміз жүгіріп өтіп кетеміз. Болды. И біздер солай 26-ші комнатаға келдік. Бұл жерде бізде сұрақ. 5-ті нешеге көбейтсек 25 болады. Так. 5-ті 5-ке көбейтсек 25 болады, достар. Біліп жүріңдер. Болды. Өттік. Келесі комната 27-ші комната, достар. Так. Код қай жерде дейді бізге? Код міне тұр. Код 97-13. Понай тауып алдым. Даже қиналып тауып жүрген жоқпын. Понай. Келесі. Так. Бұл жерде не істейміз? Бұл жерде біз әртүрлі подарктарды әр игрокқа беру керекпіз. Мына балаға біздер осы самолетикті берейік. Так, дак дейді. Дак деген бізде утка, достар. Дак деген бізде осы утка. Әртүш досым. Так, дакты саған береміз. Кар дейді. Кар деген бізде ағылшыншыда аударғанда машина, достар. Машина, яғни көлік. Көлікті саған береміз. И соңғы кішкентай бала роботты сұрап тұр. Робот бізде бұл осы. Роботты саған берейік, досым. Барлық 4 бала өзінің ойыншықтарын бердім, и бізде келесі комната ашылды, достар. Келесі бөлмеде, яғни комнатада біздерде не істеу керекпіз? Әрбір шарикті өзінің жағына алып бару керек. Қараңдар, бұны былай алып барамыз. Так, жасылды, ойбай, қайда кетіп батсын? Тоқтаңдар. Так, жасылды, мына жаққа алып барамыз. Жасыл тұрағал, давай. Ойбай, қайда кетіп батсын? Күте тұр, тоқта. Мына жасыл тұрғысы кеткен жоқ, чөті, достар. Мына жасыл чөті тұрғысы кеткен жоқ, жақсы. Қызылды алып барайықшы, пока что. Қызылды алып барайық, и болды, қызыл тұрды орнына. Енді бізде жасылды манадан бері орнына қоя алмай жатырық. Жасыл тұра қойшы орныңа. Өтіні. Неге мына жасыл қашып баратыр? Жақсы. Онда көкті алып барайықшы хотя бы. Анау көк деген, ё-майо, сен көкте де мен тыңдамайтын, қараңдар. Көкте мен тыңдағысы кеткен жоқ. Так, көк, жүр кеттік, орныңа бар. Иә. Мына игроктарда мешать етеді екен, достар. Мына игроктарда да бізді мешать етеді. Так, осай алып барамыз. И, пожалуйста, тұра қойшы. Болды. И бізде бір жасыл қалды. Бір ғана жасыл қалды. Жасыл досым. Өтініш, есікке қарай емес. Есікке қарай емес. Мына қарай. Мына неге есікке қарай кете береді? Неге сен өз орныңа барың келмейді? Болды, достар. Енді біздер 30-ші бөлмеге өттік, достар. Наконец-то. Так, бұл жерде не істеу керекпіз? Сақтап алу керекпіз ба? Қай тұрған? Қаранды, бірінші улыбашка, екінші очкимен, үшінші. Примерно жаттап алдым. Бірінші мынау, сосын бізде очкимен и улыбашка. Мынау, сосын бізде мынау ма? Әлде жоқ, қарап алайықшы. Төртінші бізде не тұрды? Төртінші бізде қара очкимен тұрды. Значит, ол осы. Бұны да осы белгілейміз и болды, өтеміз. Енді біздер 31-ші бөлмеге өттік, достар. Мынақта күрек тұр. Күректі тұрып қазамыз. Что-то бір зат бар сияқты мынаның астында. Бар ма? Бар. 32-81 десек. Так, мынаны аламыз қолымыздан. 32-81 деген жазамыз. И 32-ші бөлмеге өтеміз. Бұл жерде бізде осындай линия, яғни осындай лазерге бізге тиіп кетпеу керекпіз. И бұны да біздер оңайлықпен өтеміз. Енді бізде паркурды да біздер оңайлықпен өтеміз. Бұл жерде бізде не? Мұнан қараңдар. Факел дейді бұны, достар. Факел емес, факел дейді. Бұны шатастырып жүрмең, достар. Так, келесі бізде 30... жоқ, барлығын қосу керек екен.
факелдардың барлығын қосу керек екен. Мен ойладым, не үшін олар тұр деп, просто тұрған шығар деп ойласам, жоқ, достар, ешқашан босқа тұрмайды. И біз бірінші рет өлеміз, достар. 33-ші комнатада бірінші рет құлап өлеміз. Жақсы, дым ештеңе етпейді, барлығын жақтық. Жоқ, барлығын жаққан. Ой, прикиньте, достар, бір комнатта 2 рет құлағаным қалай кетті? Жақсы, болды, енді құламаймын, достар, енді құламаймын, потому что бұл ұят болады. Так, ең оңай уровеннен бұлай құласақ, біздер бұлын білмедім. Бұл жерде логикалық сұрақтар жоқ, просто мына факелдарды қосып шығу керек. Осылардан құлап қалып жатсам, онда келесі уровенде қалай өтем? Так, сондықтан біздер үшеуін де жағамыз и болды, өтеміз. Үшеуін де жақтық, өттік. Келесі 34-ші комната. Бұл жерде бізде не? Find the secret doors дейді. Секретный есікті табу керек. Секреттік есікті табу керек. Может, ол есік осы жақта шығар? Жоқ, бұл жақта жоқ. Онда где-то... қараңдар, сразу тауып алғансың ғой. Сразу тауып алғансың ғой, бірақ есік ашылмайды сияқты что-то. Есік ашылмайды. Жақсы. Так, мияқтан. Біз болдық мына жерде. Онда қай жақта болуы мүмкін? Онда мына жағында шығар, мына қапталында шығар. Қазір көреміз. Тағы да біреуін басамыз. Болды. 35-ші комнатаға өтеміз, достар. Мына коробканың толып тұр екен. The code should be somewhere around here дейді. Код где-то бір осы жерлерде дейді. Мына коробкалардың алып тастау керек. Где-то бір жерде жазылған сияқты менің ойымша, достар. Где-то бір жерде жазылып тұр ау деген ойдамын мен. Жоқ, что-то жерде жоқ сияқты, достар. Онда бір қораптың үстінде жазылып тұрма деп ойлап қоям. Қай сияқты, достар, бір где-то қораптың үстінде жазылған шығар онда. Міне, достар, таптық. 1854 жердің астында жазылып тұр екен жерде. Так, осылай жазамыз да и 36-ші комнатаға өтеміз. Бұл жерде бізде не? Бұл жерде біз не істеу керекпіз? Бұл жерде біздер осындай жүретін заттың үстінен міну керекпіз және оның үстінен жүгіру керекпіз ба? Қалай? Мен жаңа тұрдым, бірақ біздер өтпей қалдық. Осылай жүріп тұру керек, короче. Осылай жүріп тұрып секіреміз и 37-ші комнатаға өтеміз. Бұл жерде бізде тоже оңай и дым қиындық жоқ. 38-ші бөлмеге келдік. Так, 5 деп жаза қою едім өтірік, достар, и біз өтіп кеттік келесі комнатаға. Так, мынаяқтан біздер осындай шариктің үстінен өту керекпіз да. Дұрыс емес па? Көретін боламыз. Так, осылай секіріп тұрып өту керекпіз. И давай. Опа! Болды, өттік. 40-ші комнатаға келдік. Бұл жерде бізде су. Бірақ бұл судан не істеу керекпіз? Қазір көреміз. Осылай үстіне көтерілеміз. И өте аламыз ба? Өттік. Болды. 41-ші комнатаға келдік, достар. 41-ші комнатта бізде қайтадан математика. Ал сендер білгендей, мен математиканы өте қатты жақсы көремін. Кеттік. Келесі бізде 41-ші бөлмеде не істеу керекпіз? Қараңдар. 3 алма 30 болады. Яғни 1 алма 10-нан болады. Так, алманы мынаған фиолетовый затқа көбейтсек біздер 50 болады. Яғни бұл бізде осы жеміс бізде 5. Яғни алма 10, а мына фиолетовый түсі жеміс ол бізде 5. Осы 2 апельсиннен алсаң 1 болады. Значит, бұл жерде апельсин 2-ден. Яғни 5 минус 2 минус 2 1 болады. И 1 апельсин ол 2 деген сөз. Сонда қараңдар. 10-ды бөлеміз 5-ке қосамыз 2-ге. Сонда 4 болады. Кеттік, 4 деген белгілейміз. И оңайлықпен келесі бөлмеге өтеміз. Енді бізге қайтадан осындай бір инструмент береді. Енді бұлды не істейміз? Біз осы жерді сындыру керекпіз дейді. Бұл жерде оңайлықпен сындыра алмаймыз. Оның барлығын осы шегелерді алып тастау керек бірінші. Осы шегелерді аламыз и біздер келесі бөлмеге өте аламыз ба? Өте аламыз. 42-ші бөлмеге келдік, достар. 42. Так, мынаяқта бізде осындай бензопилалар. Ё-моё, мынау кәдімгідей қорқынышты екенін қараңдар. Түрлері кәдімгідей өте өткір сияқты что-то. Жақсы. Так, oh no, I hope I don't fall. Мынау не бізде? Ойбай. Мынаны қараңдар. Короче, мына қызылға түспеу керек қой бізге. Қызылға түспеу керек, кеттік онда. Так, секіреміз и бұл қызылдарға түспейміз. Асықпай осылай өтеміз. Так, давай. Біздер қаншама құлап батырық уже. Так, мынаяқтан бұлай өтеміз. Қызылға тиіспеу керек, главный. И болды. Өттік. И біздер
5-ші бөлмеге келдік достар. There is a ladder somewhere I think дейді. Так, мынаны қараңдар, мен бір зат көріп тұрмын, и бұл жерде кнопка бар. Так, болды, кнопканы бастық, и қайттан ораламыз да. Жоқ, оңай екен, болды. 46-ші бөлме. Мынаяқтан біздер кілт табу керекпіз. Кілт ба, бір зат сондай табу керек. Қазір бір әртүрлі кнопкаларды басшайық. Где-то бір осы жерлерде шығар деген ойдамын. Мынаяқта шығар? Иә, міне, таптық. 6-ші бөлмені біздер оңайлықпен өтеміз достар. Мынаяқта, так, мынаяқта біздер, міне, көрдіңдер ма? Различиені табу керекпіз достар. Мынау көзін жұмып тұр, ал қалғандар көздерін ашып тұр. Осыны басамыз, и 48-ші бөлмеге өтеміз достар. 8-ші бөлмеде бізде осындай әртүрлі бір кішкентай қара заттар, қара дақтар. Бұны түсінбедім, не істеу керек? Бұл жерде бұл кодтар сияқты. Дұрыс па? Иә, бұл кодтар сияқты. Қараңдар, сонда былай қарау керек бұл кодтарға. Бұл кодқа біздер мынаның үстінен кіреміз де и қараймыз. Қараңдар. Міне, 1904. 1904 деген код болу керек. И дұрыс па? Дұрыс. Көрдіңдер ма? Менің басым жасайды, достар. Келесі бізде мынандай заттар. Бұл не бізде? Фиолетовый. Мен түсінбеймін. Мына түсін таңдау керек. Дұрыс. Мынау бізде қызыл болу керек. Қызыл бірақ жоқ. Онда так, мынау бізде серый болу керек. Серыйды таңдаймыз. Қайдайды? Міне осы. Бұл бізде жасыл болу керек. Дұрыс па? Дұрыс. Онда неге есік ашылмайды? Прикиньте, достар, есік ашылмай тұр. Болды? Ашылды. Дұрыс екен. Міне қараңдар. Екеуі почти ұқсас екен түстер. И біздер, достар, 50-ші комнатаға келдік. Ал достар, егер де сендер осы режимнің жалғасын көргіңіз келсе, яғни барлық 100 бөлмені өткіміз келсе, ал достар, егер де сендер осы видеоның жалғасын, яғни 100 бөлменің барлығын өткенін күтетін болсаңдар, онда достар, лайк басып, комментарий қалдырып кетейік. Ал сендермен болған мен, Турбо Қазақ, қош сау болың, және де жаңа видеоларды қарауға ұмытпаңдар.